Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым? Мен Сәлиева Сейткүл, сіздерге көп жылдан бері қандай жағдайда ем беру керек, үй жағдайында қалай ем беру керек, дәрігерге қай уақытта бару керек, және ауырған жағдайда не істеу керек екенін көп түсіндіріп жүрген адамның бірімін. Бүгінгі видеомда шайдың 10 пайдасы туралы айтқым келіп отырмын. Кейбіреулер шай ішпейді, кейбіреулер шай ішпесе басым ауырады дейді. Бірақ мен өз басым шайды іздемеймін. Ешкім келсе ішемін, ешкім келмесе ішпей жүре беремін. Басым да ауырмайды, ештеңе де ауырмайды. Кейбіреулер болады, тіптен шайды сүт қатып ішпесем, шай ішкен құрлы болмаймын дейді. Болмаса ыстықта ішпесем, шай ішкен құрлы болмаймын. Әрине, әркім өзіне үйренгеніне ол ештеңеде де болмайды. Шай зиян деп айтуға да болмайды. Өйткені сіздің басыңыздағы программа, сіздің компьютеріңіз мынау, компьютердегі программа соны жазып қойды, шай ішпесем басым ауырады. Болды, оған шай ішу керек. Ол шайдан келіп кетер ештеңе де жоқ. Ал енді шай ішсеңіз, әрине басыңыз терлеп, көзіңіз ашылып, жадырап қаласыз, иә? Ол неге? Өйткені сіз ыстықта шай ішкен кезде сіздің қаныңыз жүреді. Қаныңыз кәдімгі қоюланып тұрған нәрселердің барлығы қаныңыз сұйылады, былайынша айтқанда. Қан жүріп тұрған қан ғой, бірақ сұйылады. Сұйылып, сіздің кәдімгі ыстық ішкеннен кейін маңлайыңыздан тер шығып, әжептәуір жақсы болып қаласыз. Ал енді ол шайдың қара шай өте пайдалы адамға рас, білесіздер. Өйткені тамақтан кейін ішетін болсаңыз, сіз сүт қатқан шай одан ары сізді кішкене тосылтырып ұстап қалады ғой. Ал енді сүт қатқан кісілер мені мүмкін солай айтты деп жек көретін болар, бірақ та негізгісі сол. Сүт қатқан шай тамақтан кейін ішу бекер. Тамақ ішпеген кезде бір шайменен бірдеңке полдник сияқты нәрсені ішеміз ғой, сол кезде сүт қатқан шайды ішуіңізге болады. Басқа ештеңкені қоспай шайменен бір жеңіл-желпі ішкен жағдайда. Ал енді қара шай ол өте пайдалы. Өйткені сіздің давлениеңіз түсіп тұрса пайдалы, және сізге энергия береді. Бұлардың барлығында кофеин бар ғой. Шайдың құрамының барлығы кофеин. Сондықтан сізді жаңағы бодрый қылып, кішкене денеңізді ширатып, тіршілік көзін ашып сөйтіп тұрады. Ал енді қара шай, сүт қатқан шай туралы айттым. Енді 10 пайдасын айтып отырмын. Bir жағы қан сұйылтады, бір жағы денеңізді сергітеді, көңіл күйіңізді жөндейді. Шай ішкеннен кейін сіз мысалы бірден жатып ұйықтай алмайсыз, өйткені сіз шайдың құрамында кофеин бар, кәдімгідей денеңізді ширап қалдыңыз, ұйқыңыз тіптен ашылып кетеді. Ал енді көк шай туралы айтайын. Көк шай давлениені түсіріп кетеді деп біреулер ойлайды. Мысалы, көк шай давлениені түсіретін болса, Қытайлардың давлениесі 0 болатын еді. Олар ертеңгіде тұрғаннан, көзін ашқаннан тамақ ішпей көк шай ішеді, жата жатқанша көк шай ішеді. Ол адамның үйренгеніне байланысты. Сондықтан ол көк шайда да кофеин бар, қара шай сияқты. Көк шайдың құрамында да кәдімгі қара шай сияқты адамға беретін дүниелері бар олардың да. Ол давлениені үнемі түсіріп жібереді деген бекер нәрсе. Біздің миымыз ол давлениені қазір түсіреді деген. Ол түсірмейді. Бірақ сіздің миыңыз қазір көк шай ішсем давлением түседі десең, шын мәнінде түседі. Өйткені сіз программа жасап қойдыңыз. Ал енді көк шайдың пайдасы қара шайдан гөрі, қара шай кішкене күш береді адамға, қара шай. Ал көк шай сізді жайландырады, сізді ісіктеріңізді шығарады. Былайынша айтқанда зәрге көп қолайды көк шай. Қара шай дереу сізді зәрге қолай қоймайды, көк шай тез қолайды. Ал көк шайдың құрамында да жаңада айтып кеттім, кофеин бар, ода да күш беретін де жеткілікті. Мысалы, сіз тамақ ішкеннен кейін көк шай ішетін болсаңыз, сіздің тамағыңыз әжептәуір сіңіп, жақсы болып қалады. Көрдіңіз бе? Бұл әр шайдың өзінің пайдалы жерлері бар. Пайдасыз болатын болса, оны ішпеген болар еді. Біздің ұлт шай ішуде өте қара шай ішу, қонаққа бір үйге бара қалсаң, дереу шайын дайындайды ғой. Тамақ емес, шайын дайындайды. Көрдіңіздер ме? Біз оған әбден шай ішейік деген сөздің өзі бізге кәдімгі қанымызға сіңген нәрсе. Сондықтан шай ішудің де өз амалдар бар. Кей адамдар мысалы тамақтан кейін көк шай ішудің орнына, мен осы қонаққа барғанда байқаймын, ет жейді, қуырдақ жейді, я болмаса тағы да жаңағы күшті тамақтар жейді ғой. Күшті тамақтардан кейін кола ішейік, пепси ішейік, кола ішейік деп айтады. Енді ойлаңызшы, сіз тамақ іштіңіз, жақсы тамақ іштіңіз, кәдімгі табиғи, таза тамақ, ет асып жедік, я болмаса қуырдақ жедік. Барамыздан біз коланы іше қоямыз. Коланы ішкеннен кейін кола не болады? Ол кола деген қант құрамының көбісі қант ода. Сондықтан ол кола барады да, әдемі тамақтың бәрін быт-шытын шығарады ғой. Білдіңіз ба? Жоқ, кола ішпейік, одан да біз тамақтан кейін көк шай ішуді ұмытпайық.
көк шайға қазір бір ташкентский шай деп болмайтын шай шейін лимон менен метаны қосып ташкентский шай деп беріп жатыр. Жоқ, сіз тамақтан кейін мысалы қонағыңызға көк шайыңызды салыңыз, ішіне құрамына қалампыр салыңыз, лимон салыңыз, тіптен алманы салып жіберіңіз, я болмаса апельсиннен салыңыз, одан кейін мята, жаңа жалбызды салыңыз. Неше түрлі нәрселерді салып, сөйтіп тамақтан кейін беретін болсаңыздар, қонақтарыңыздың тамағы қайда кетіп екенін білмейді жаңағы тамақ. Ол шайға және науат салыңыздар. Мына үлкен кісілер, біздің жас кездерімізде үлкен кісілер айтатын, науат ыстықты қайрат деп айтатын. Көрдіңіздер ме? Науат дегенменен қанттан жасайды науатты, бірақ та оның тазаланған түрі. Сондықтан ішке ыстық болса, мына көк шай менен науат ішетін болсаңыз, іштің ыстығын қайрат. Көрдіңіздер ме? Сондықтан жаңағыдай әдемі өзбекше емес, кәдімгі өзіңіздің қазақша қылып істеп алыңыздар жаңағы. Лимон салып, көк шай салып, ішіне не нәрсе бар, фруктының бәрін салыңыздар. Сөйтіңізде гвоздика салуды ұмытпаңыздар. Сонда сіздердің тамақтарыңыз сіңіп кетеді. Науат салыңыздар. Сонда ішіңіздің жаңағы тамақтардың бәрі, ыстығының бәрін шығарып жібереді. Сондықтан шай ішкенді пайдалы екенін ұмытпаңыздар. Шай ішіп жүрейік.